Орус унааларын күтүп жаткан биздин көрүүчүлөргө, жаңадан көрүп аткандарга да айта кетейин, сиздер Машина Кеч каналын көрүп жатасыздар. Биз Ош шаарында Жапалак унаа базарындабыз. 22 август 2021 жыл, аптабүнгө жекшемби. Азыр ушул унаалар көбөйүп калыптыр. Катарлар толуп, базарда жылыштар бар, сатып алуулар да болуп атат. Эми мындан ары улуу өрмекчи баягы түшүмдөр жыйналып дегендей, дыйкандарда, элдерде да бир аз акча болуп, ушундай базарда да жылыштар болуп атат деп эсептейбиз. Так, баасы такталган унааларда токтолобуз. Могу семерка силерден эмеспи? Так, могу баасы жазылгандарын көрсөтөйүн. 2006, объему 1.6, 180 000 сом. Салону. ВАЗ-2106. Мындай ээсинин байланыш номери. Жылы канча экен? 1990. Айтылыш баасы 150 000 сом. Дөңгөлөктөрү жайкы, протекторлору жакшы экен. Бул 06 канча болуп атат экен? 200 000 сом айтылыш баасы. Жылы канча экен? Жылы 97. 1997. Кыргызстанда болгонбу же Россиядан келди? Кыргызстанда эле жүргөнбү? Кыргызстанда жүргөн экен. ВАЗ-2106. (1996), объему 1.3, айтылыш баасы 130 000 сом. Так, салон көрсөтөйүн. ВАЗ-2107. 07 канча деп атасыңар? 190. Кеми бар дейт, 190 000 кеми бар. 4 дөңгөлөк тең, кышкы, протекторлору жакшы. Жана келсе баягы шыптары дагы бар экен. Мо 04'тү канча деп атасыңар? 180 000. Багажник бар экен. 2006, объему 1.6, ээсинин байланыш номери 552 22 00 27. 180 000 сом. Так, бул жакта да бир 07 турат. 2010, объему 1.6, 180 000 сом. Так, бул жерде Нива турат. Россия транзит номеринде. 1999, объему 1.7, 200 000 сом. Жакшы эле. Уланта берели. Бул жакта да бир Нива. Анда линзованный фараларда транзит номерде экен бул дагы. Канча деп атат экен? Канча деп атасыз? 280 000 сом. 2005. Вентиляторлар роднойго. Кайсы канал? Машина Кеч. Машиналар көп, жакшы. Могул жерде 04 турат.
1999, объемы 1.5. Мына есім байланыш номері. Қанша деп атасыз? 110. Жақсы. Жақсы айтып атасыз. 110 мың сом. Ба қылышты ой? Қылыш елек пе? Қолға тер басы қанша болып қалады? 1.90-ға бүтәуі? Кішіне қоша озанда, а? Кішіне қошса бүт қалады додат. Жақсы. Ол жерде 0.6 тұрады. 0.6-ны қанша да отасыздар? 130 мың. 1996. 130 мың сом. Бұл жерде 15 тұрады ғой. 15-та көптен бері тартарлы Россия транзит номерінде екен. Малымат қағазы жоқ кенді. Малымат қағазы жоқ. Үшін жанда 07 тұрады. Мынандай малымат қағазында толық малыматты көрсеткен. Үшінді алып жазып қойса бізді чекеден тарты өрмегілі. 2010 120 мың сом. ВАЗ 21099, 1996, объемы 1.5, 120 мың сом. Алмашу жолдору бар, жазып қойып тұр. Малымат қағазында дутый панельде. Алдың қайнектері электро көтергішті. Chevrolet Niva'da көрсетіп қойырайлы малымат қатары. 2004, объемы 1.7, есім байланыш номері 550 70 88. Болса жазылған емес. Жана ушунун жанында ВАЗ 2107 1998, объемы 1.6 65 мың сом. Тоқсан тоғыз қанша деп отасыңар? 60 мың. Жақсы. Мынандай люктағы бар екен ғой, жасалған. Иномаркада алып жасап қойған екен. Немесе торпедасын алмаштырған кесіңер, Европанельде екен. Баяғы ВАЗ 2114 13 жылдар болып кетеді. Инжектор басылған. Инжекторный мотор. 1999. 60 мың кеми да бар дейді. Есім байланыш номері мұнаки 226 96 96 24. Ба болды жа болелек пе? Болелек пе? Қолға тер басыча? 50 мыңға әрәсі. 50 мың сом ба? 40 мыңға бүтпейі? 40 мың ба болған. Қылышта? 40 мың қылышқан кен беріп өптір. Анда мұна 50 мың сомға бері өремді отады. Мотор коробка жақшы? Айдаршылы керек пе? Жақшы. Мұна 50 мың сомға бері өремді деді көрдіңіздер. Так. 04 тұрады ма жерде? 04 қаншада отады кен? Басы? 160, 2011, объемы 1.6. Инжектор о. Пробег 51 мың. 51 мың дейді. Пробегке ұшы жүгілдерді уже 100 мыңден кейін уже қайтара жаңыланы өрет неме емес. Нива қайрылалы 280 мың сом, 2005 жылы шығарылған Нива. Нивада сілердің емес пе? Қанша болып отады?
450 миң. Bunun жылы жаңы 2014, объемы 1.7. Кыргызстанда жүргөн. Биякта эле алып келген экен да, заводтон чыгарышмай эле. Россияда жүргөн эмес, Кыргызстанга алып келген экен. Гидравлика бар да? Гидравлика бар дейт. Инжектор гидравлика. Инжектор гидравлика дейт. Жакшы. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз дагы жыйынтыкта айланда бул орус унааларында болгон видеобузду башка бүгүнкү тартылган видеолорубузду дагы көрүңүздөр. Кызыктуу маалыматтар аябай болду чындыгында. Өкүнбөйсүздөр, кимиңиздер мындай өзүнө тиешелүү унаалар керек болуп атса, биздин YouTube баракчага кирип туруп эле издеп аткан керек болгон видеолорубуздан унааларыңызды таап көрүп атсаңыздар болот.